Адамның 5 түрімен мүлдем дос болмаңыз. Бірінші, бәрінен соңғы сәтте бас тартатын адаммен. Екінші, қажет кезде ғана іздейтін адаммен. Үшінші, сізбен тек ақша жөнінде сөйлесетін адаммен. Төртінші, басқалар туралы тек жаман ойда болатын адаммен. Бесінші, өмірде ешқандай мақсаты жоқ адаммен. Ешқашан ұмытпаңыз, достардың саны емес, сапасы маңызды. 4 нәрседе үміт бар. Жас өсемін деп үмітті, жалғыз көбейемін деп үмітті, жарлы баймын деп үмітті, ауру жазыламын деп үмітті. Көктем мен жазы кетіп, жапырағы қуарған ағаштай ұрты салып, жағы суалған кәрілікте ғана үміт жоқ. Шатырға шыққаннан кейін сатыны лақтырмаңыз. Кейде дауыл соғып тұрмаса, тыныштық та зеріктіріп жібермес пе? Адамдардың көбісі қорқатын 3 нәрсе бар: сенім арту, шындықты айту, шынайы болу. Әзіл тұз секілді, оны мөлшермен салу керек. Қиындықтарға шағымданып қажеті жоқ. Сіздің жолыңыз әрқашан раушанға көмкеріліп жатпайды. Өз бағаңды көтеру үшін біреудің бағасын түсіріп керегі жоқ. Жақсы адамдарды көргенде, оған теңелу жайында ойлан да, ал жаман адамды көргенде, өз бойыңда сондай кемшіліктер болып жүрмесін деп сақтанып, өзіңді өзің зертте. Кімді ақылды деп есептеуге болады? Жетуге болатын мақсаттарды ғана көздейтін адамды. Көктем әлденені жаңадан бастау үшін таптырмайтын мезгіл.